Өмірде батыл бол, бірақ ойланбастан әрекет етпе, ер жүрек бол, бірақ соқыр сеніммен жүрме. Дүние мүмкіндіктерге толы, бірақ ол жерде қақпан да көп. Әр шешіміңді, әр іс-әрекетіңді батылдықпен, ақыл ойың басқаруы керек. Қысқа жолдардан сақ бол, өйткені олар көбінесе ешқайда бармайды. Жалған достардан сақ бол, өйткені олар қасында жүрсе де, қолдарында қанжар ұстап жүруі мүмкін. Эгоңнан сақ бол, өйткені ол сені шындықтан алыстатып, қателікке итермелейді. Сақтық бұл әлсіздік емес, бұл даналықтың көрінісі. Нағыз ер адам есептелген тәуекелге барады, батылдық пен ақымақтықтың арасындағы айырмашылықты біледі. Ол сақтық, қорқақтық емес екенін түсінеді. Бұл өз өмірін, мақсатын және оған сенім артқан адамдарды бағалаудың белгісі. Батылдық пен сақтық арасындағы нәзік шекарада жүретін адам бол. Қауіпті көріп шегінбейтін, бірақ ақылмен қадам жасайтын адам бол. Есіңде болсын, сенің күшің тек әрекет ету қабілетінде емес, сонымен қатар әрекет етпес бұрын ойлану қабілетінде. Сақ бол, назар аудар және даналығың әр қадамыңа жол көрсін. Батыл әрі сақ адам табысқа жету жолымен жүріп, артында тек жетістіктер ғана емес, сондай-ақ құрмет пен мақтанышқа толы мұра қалдырады. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Шабытты видеоларды жіберіп алмаңыз. Ал батылдық туралы пікірлеріңізді комментарийде бөлісіңіз.